Қасиетті жұма қабыл болсын ағайын. Бүгін жұма намазға бардық. Алматыға орталық мешітке Астанадан бас имам кепті уағыз айтуға. Қазақстан бас имамы. Сонда мынау немене болып қалуын болу керек. Ираннан қорқып, Иран сияқты халық көтеріп кете ме деп. Қазақстан халқы ұйқыдан оянып кете ме деп аллергический сондан. Қорқып. Сөйтіп айтқан уағыздың бәрі ислам туралы емес, бақшыға бағыну керек, ел патшаға бағыну керек, басшыны басшыға қарсы шықсаң, сен Аллаға қарсы шыққандай боласың деп, сондай уағыздарды айтып жатыр. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын өзінің хадисінде, кім маған бағынса, арасында ол Аллаға бағынғаны, кім маған қарсы келсе, арасында ол Аллаға қарсы келгені. Ал кім басшыға бағынса, маған бағынғаны, кім басшыға қарсылық танытса, маған қарсы келгені деген хадис келеді. Енді мынау басшы, қандай басшы? Басшы әртүрлі болады, ол біздің басшымен салыстыруға болмайды. Біздің басшылар енді бұлардың қорқып жатқаны заңға бағыну керек. Енді митингке шықпаңдар, бүйтпеңдер деп жатқаны ғой. Басшылар ол кездерде халықтың өзі ортасынан шықса, арам болмаса, біреудің ақшасын жемесе, біреудің жауларын айтқан істемесе, халыққа қарсы заң әрекет жасамаса, сол басшы. Шынымен де ондайды естіп мен, ортадағы адал патша болса, соған қарсы шыққан адам Аллаға қарсы шыққандай болады. Бірақ зұлым, диктатор, тиран болса, халық оған міндетті түрде қарсы шығу керек деп. Ондайды да естігем. Енді міне жерде біз мынау имамдарды естіген жоқпыз, бұл имамдарды. Баяғы 2011 жылы халыққа алып тастағанда пытырлатып, мынау халыққа, атылып кеткен халыққа бағыстап Құран оқыған естіген жоқ. 2022 жылы атып пытырлатып тастады халықты. Сонда да мынау имамдан біреусі бағыстап Құран оқиық, обал болды, арттар қайыл иманды болсын деп біреусі айтқан жоқ. Енді міне жерге келіп алып, осындай неғып жатыр. Бұл баяғыда мен айтатын ем, мынау билік дейтін бұл өңкей ұры, коррупционер, казнократ, халықтың жауы, мынау шайтандардың құлдары. Маған айтатын, сен кімсің, сен Назарбаев деген кім, сен кімсің, сен ол Назарбаев қанша мешіт соғып жатыр, бүйтті сөйтті деп конченыйлар сөйтіп маған не қылатын туфрек. Сонда мен айтатын ем, Назарбаев ол ислам тарасын, исламды мешітке шақыру деген әңгіме емес, ол контроль, орысша айтқанда религиозный часть населения. Мынау мұсылмандар көп Қазақстанда, солардың бәрін контроль ұстау үшін шайтанның бұйрығын істеп, үстіне бас имам, басқа имамдарды агент көнбен қойып, солардың айтқанымен істеп жатыр. Контроль өзін жаман арам ойларын не қылу үшін. Нақ десеңіз мұсылмандар көп, жастар көп, соларды контроль, регулировать ету керек. Осындай кезде сөйтіп оларды қорқытады, қарсы шықпаңдар, сендер Аллаға қарсы шыққандай деп айтып шығады осы имамдар. Бұл мысалы бас имам өзі қайдан келген Құдай біледі, жасырып қан, Тоқаев қаяқтан тауып алғанын білмейді. Ол кәрде не оқығанын, қай жерде оқыған оқуды жасырған адам бүйтіп қарасаңыз. Енді ол кісі, мынау сендер Бауыржан Момышұлды да еске айтып салып неғып жатыр. Енді бұл халыққа заңды бұзбаңдар, бастыққа қарсы шықпаңдар деп, бірақ мынау билікке айтпайды, сендер заң бұзбаңдар, халыққа қарсы шықпаңдар деп билікке. Халықтың ақшаны ұрламаңдар, коррупцияны қойыңдар. Бизнесмендердің приказдарын халық Қазақстанда тонап атқан Шодиев, Ибрагимов, Ким, Цхай, Мұхайлардың бәрі Ресейдің немлерін өткізбеңдер деп айтпайды. Тек қана халыққа сендер бүйтіп қарсы шықпаңдар, сабыр деп
не қылған. Енді бұл кісінің жаңа аяқ жағында сәл видеосын түсіріп қалдық, бірақ аяқ жағында жағы Тоқаевты әбден мақтап, тағы сіз 1000 жылда аман болыңыз, тағы 1000 жыл тұрыңыз деп айтқан жазылған жоқ. Бірақ ол айтты сөйтіп Тоқаевқа не қылып, бірақ та айтқан жоқ. Тоқаев, сіз мұсылмансыз, мына шошқаның етін жеуге болмайды. Жесеңіз азырақ жеңіз, или жасырып жеңіз, айтпай жеңіз дегенде ондай жоқ. Тек қана халықты басып, бүгін уағыздың көбісі 90% соған өтті, 95% заңды бұзбаңдар, бүйтпеңдер. Соған қарағанда 5 қаңтар күні халық оянып кете ме, тағы да мына Иранда сияқты көтеріліп кете ме деп ойға ФСБ, КМБ приказ берген болу керек. Ол имам деген, мен күмәнім бойынша, менің немнен бойынша басынан өткен ғой. Талай имам арқылы басатын давление. Сөйтіп не қылған болу керек. Бері келе жатқанда қасыма бір өзбек жігітті жабыстырып қойды, бір өзбек немдеке. Бұге қаяққа барасыз деп өтіктен бір өзбек якобы сопровождение жасап жүреді ғой. Сөйтіп, ой, мен Өзбекстанның Қоңырат менің руым деп қояды. Атиев цвет айтып. Нақты десеңіз, мен постерда біздің сатқын билік Шодиевтің иттері, солардың Шодиевтің бұйрығын исполнять етеді, қазақтың тарихын өзбекке пайда қылып, баяғы талайын айтпай қойын, өзбектер Арғынды да, Қоңыратты да, басқаларды да өзбек қылып қойып, Алтын Ордада да солар өзбек, мұнан бәрін өзбек билет дегенге не қылып мен қарсы шығып жазатын, сонда өзбектер жіберіп, күш қолға нақыс келеді, не қылып, соған қыстырып не қылған. Кейін мешітке кіргенде аяқымызды пакетке салып, пакетті сумкаға салып, сөйтіп кіреміз. КМБ-ні дейтін бандиттер бар, ФСБ-ні иттері. Олар полицияның немлері бар, артымыздан аңылып, аяқ киімді ұрлап кететін еді. 2-3 марта сондай болған. Әтейі мына неміс етсін, келмесін мына көпшілік жерге. Ол ашық айтады, убедить айтады, қасында соратниктер жинап ала ма деп, қасында отырып, жұма күні намазында әтейі бұзып келеді, ашуландырғысы келеді, қасиет жұма күні бір нәрсе қатты сөз сөйлесін деп неған. Енді мынау ұзын сөздің қысқасы, мына бүгінгі жұма күні уағызы тек қана тәртіпті бұзбаңдар, мынау бастыққа қарсы шыққандар, Алла тағала қарсы шыққандай болып неғылады. Мен сендердің имамдар. Бұлардың барлығы, мен убедительно айтайын, ол тек қана мынау КНБ агенттері, Назарбаев сол үшін ұстаған. Соңғы кезде Алланы алдайым деп, сұмырай ит Назарбаев $100 миллион Астанада мешіт соқты алдап, тонап, халықты атып, ақшасын жеп, коррупция арқылы немлен ұрлап $100 миллион мешіт соғып Астанада. Сөйтіп, ол ойлап атыр, Алла тағалдан құтылам деп. Сондай мен мешіт соқтым ой мен деп не қылыпсың. Ол Құранда да жазылған ол. Даже если с величиной алтын жеріндей көлемде алтын елса да құтыламайды ол. Екі жүзді многобойский. Нақ десеңіздер, олар жәнін иблиске сап жерген. Бұлардың бәрі халықтың көбісін өзінің билігін пайдаланып, осындай иблистің әскерінде кірсін, осындай халықты түбінде бұзып, қыздарын бұзып, халықтың. Қыздар бұлса, біздің уже бітті ғой, тіл қыздарды бұзған екен, уже халық жоқ. Сөйтіп бізді Евенкі ма, Чукчадан жаман қылып жермекші, сөйтіп арғарай билік жасап бермекші, сөйтіп ар жағында Өзбекстан бар, ойлы ар жағында Құдай білет, ар жағында қылышты тығып отқан. Мына Қытай бар, Ресей, әсіресе Ресей, сол бізді уже и так менің күмәнім немнен бойынша уже колония губерниямыз, одан бетер сөйтіп мынау Чукотка, мынау буряттар сияқты неғып қоймақшы. Менің осы жерде бүгінгі айтқан постыма, өзімнің пікіріме, күмәніме, көз қарасыма, өздерінің көз қарастарында қалдыруыңызға болады. Енді мүмкін мен қателесіп атқан шығармын, мүмкін сөйтіп маған не қылған шығар, соған бәрі пікірлерін қалдырсаңыз болады. Ол маңызды, нақ десеңіз. Маған сөйтіп көрінеді, мен уже басынан өткен, немнен айтып атырмын, сізге бөлісіп атырмын. Жақсы, рахмет.